Сәлеметсіздер ме, сіздермен бірге Дәке Teach. Бүгін біз диск туралы айтатын боламыз. Бізде дисктің көп түрлері бар. Яндекс диск бар, OneDrive бар, Dropbox бар, iCloud бар. Сосын бізде Google Drive бар. Көбінесе Google Drive-ті қолданып жатады. Google Drive-ке сіз браузерге жазыңыз. Және сілтеме бойынша кірдік. Енді қараңыздар, мұнда YT дегенді басамыз. YT дегенді басқан кезде сіз мұнда өзіңіздің Gmail поштаңызды жазу керек, Google-дың поштасы. Мысалға, менің поштам міне Дәуітсұрақ002 @gmail.com. Сіз бұл почтаны телефоныңызда учетный запись деген далені басамыз. Сосын мына жерге өзіңіздің пароліңізді теріңіз, поштаңыздың паролін. Енді сізде Google диск ашылды. Міне қараңыз, сол жақта көрсеңіз болады. Мына жерде бізде личный деген тұр. Сосын келесі мой диск деген бар, сіздің дискіңіз. Сосын компьютерге қосып қойсаңыз болады. Одан кейін доступно міне. Мынау сізге кім файлдарды ашып берген файлдар бар, сол. Сосын келесі недавний соңғы ашқан файлдарыңыз. Одан кейін мұнда спам деген бар. Сосын корзина. Міне корзина сіз алдын бағана немесе бұрын өшірген файлдарыңыз осы жерде тұрады. Сосын мына жерде сіздің хранилищеңіз қанша гигабайт толған. Бізде Google-да 15 гигабайт тегін береді. Енді қараңыздар, мұнда создать деп басқан кезде бізде создать папка деген бар. Сіз папка құра аласыз. Сосын оған достарыңызға доступ бере аласыз. Сосын загрузить файл дейсіз. Компьютеріңізден файл көшіре аласыз. Мысалы, біреуін таңдайық. Мұнда файлды таңдадық. Қазір күтеміз, міне астында. Енді оның үстінен басамыз. Бастық. Бізде қайда сурет? Міне. Сосын ол суретті үстінен басамыз. Одан кейін оң жағына кіріп, настройка доступ дейміз. Одан кейін мына жерде доступ ограничен дегенде все у кого есть ссылка дейді. Яғни сілтемесі бар адамдар бұны бізде оқи алады. Сосын копировать ссылку дейміз да, готово. Яғни сіз осы сілтемені барып достарыңызға бөлісесіз. Сол кезде міне досыңыз, әріптесіңіз осыны ашады. Басқа да мүмкіндіктері көп. Бізде документ деп алсаңыз болады. Таблица бар, Excel, сосын презентация, сосын Google форма. Google форма жасасаңыз да болады. Мұнда міне сосын қайтадан бұны тағы да доступын өзгертсеңіз болады. Настройка доступ дейсіз да. Все у кого есть ссылка деп қайтадан жасай бересіз. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.